Желіде жедел жаңалық, барша хабардар болсын, тезірек көріңіздер. Сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және сіз күткен арна назарыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсыларын ұсынамыз. Ендеше біздің жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін видео астына бірден лайк белгісін басып қойып, видеомызды қолдан келгенше жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Баршаңыздан Алла разы болсын. Зертхана қызметкерлеріне қосымша ақы төленетін болды. Ветеринарлық зертхананың жұмыскерлері жалақыға үстемақы алады деп хабарлайды Бақ.кз. Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап, 2023 жылғы 1 қазаннан бастап республикалық ветеринария зертхананың облыстық және өңірлік филиалдарының жұмыскерлері аса қауіпті жұқпалы ауруларды тудыратын патогендіктің бірінші және екінші топтарының патогенді биологиялық агенттерімен жұмыс істегені үшін 50%-ға дейінгі мөлшерде үстемақы алатын болады. Үстемақы биылғы жылдың соңына дейін жүргізіледі. Соңғы 2 жыл ішінде кәсіпорындар мен жұмыскерлердің лауазымды жалақысын ұлғайту жөнінде бірнеше рет шара қолданды. Алайда ұлттық экономика министрлігінің 2021 жылғы 28 қазандағы хатына сәйкес 2021-2023 жылдарға арналған орташа жалақының шегі 2020 жылғы деңгейде белгіленді. Видеомыз кеңінен тарап, барша хабардар болу үшін видеомызды жақындарыңызға таратуды және лайк басуды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпайық. Бізді бақылауда жалғастырыңыз.